бейкүнә адамдардың, бейкүнә балалардың, азаматтардың қанының төгілуіне үлес қоспауымыз керек деген мәселе. Одан кім ұтады? Одан қара халық қиналады. Көшбасшылардың өздерінің діндерінің айтып отырған діни қағидаттарына қаншалықты сай әрекет жасап жатыр? Бізге жамағатқа бөліну емес, қазақ елдігін сақтау үшін, ұлтын сақтау үшін. Мынау Газадағы мысалға соғысты, тіпті анау тұтқындармен алмасу мәселелерін көтеріп отыр. Одан да зор контексттерге алып баруы мүмкін. Жастар біздің әсіре діншілдікті қолдамайды деген бір сөз айтып қалды. Жабантық мектептің бұрынғы проблемаларын қазір көтеріп жүрген топтар да бар. Сол сияқты әртүрлі түркі тілдес бір жамағаттар шығып жатыр. Бізге қосылмағандардың барлығы бізден емес деген мәселе тіпті керек болатын болса қақтығыстарға алып бару. Сенің ұстазың ол интернет техника емес, ол ұстазың имам болу керек, ұстазың мешіттегі ұстаз болу керек.